Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл сабақта мен мынандай бір тригонометриялық өрнектің оңай шығарылу жолын ұсынатын боламын. Әдеттегідей, бірінші оңай әдісін көрсең, сосын мектептегі қалай шығарылу керек, не болмаса, жаңағыдай официальный дейді ғой, сондай жалпы шығарылу жол қалай болады, соны көрсем. Бірінші мынандай тригонометриялық өрнек береді, және жауаптар мына типте беріп қояды. Не істейміз? Бұлай мынандай бір 1 минус косинус альфа плюс косинус 2 альфа бөлінген синус 2 альфа минус синус альфа деген нелерде мына нәрсені білуіңіз керек. Мысалы, альфа тең 30 градус деп 1 градус беріп аласыз, сөйтесіз мыналардың орнына осы 30 градусты қойып шығасыз. Осы кезде бір мән шығады, иә, сан. Косинус альфаның мәні 2-ден 1-ге тең. Мынаның бәріне қойып шығсаңыз бір цифрлар болады. Сол цифрлардың қосында да бір так а деген санды берсе, 30 градустың да қойып шығасыз, қайсысынан сол санды береді, сонда сол дұрыс жауап болып есептелінеді. Енді бұны біз өзіміз көрсетейік. Қалай болады? 30 градусты беріп шығасыз. Мысалы, косинустың 30 градустағы мәні қанша болады деген сияқты. Мен бірінші мәнін сразу жазбай, бірінші орындарына қойып шығайын. Косинус 30 градус плюс косинус 2 көбейту альфа 30 градус бөлінген синус 2 көбейту 30 градус минус синус көбейтеміз синус 30 градус тең. Так, 1 минус косинус 30 градустағы мәні сіздер білуіңіз керек. Түбір астында 3 бөлінген 2. Так, мен мұнан түбір асты 2 деп жазамын, қателесіп. Так, түбір астында 3 бөлінген 2 қосылған. Косинус 2 көбейту 30 деген 60. 2-ке 60-ты көйтсек 30 шығады. 2-ке 30-ті көйтсек 60 шығады. Косинус 60 градустағы мәні жазамыз, 2-ден 1. Бөлінген 2 көбейту 30 60. Синус 60-дағы мәні түбір астында 3 бөлінген 2. Азайтылған синус 30-дағы мәні 2-ден 1. Тең, енді неше болады? Так. Мынаған 2-ден ортақ бөлім берсек не болады? Сонда астында 2 болады ғой, үстінде уже 2 көйту 2 болады. 2 плюс 1 3, сонда 3 минус, мынаның таңбасы минус қой. 3 минус түбір астында 3 бөлінген 2. Бәрінің астында 2 тұр. Мына жерде не болады? Астында 2 ортақ бөлім бірдей. Ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Түбір асты 3 азайту 1. Түбір астында 3 азайту 1. Не болады? Мына 2 мен мына 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде қалатын 3 минус түбір астында 3 бөлінген түбір астында 3 минус 1. Тең. Так, мен мына жерді қырқып жіберейін. Бұл жерде уже түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан өшіріп жатырмын. Тең болады. Так, мынау иррационалдықтан құтылу үшін бізде түбір асты 3 минус 1-ге көйтеміз керек. Түбір астында 3 плюс 1-ді. Дәл соны түйіндесін мына үстіне көйтеміз. Түбір астында 3 плюс 1-ді. Так, түбір асты 3 көбейту 3 қанша болады? Тең деп қойық. Мұнда түбір асты 3 көбейту 3 түбір астында 3-ті береді. Түбір асты 3 көбейту минус түбір асты 3 минус 3-ті береді. Так, 1 көбейту 3 плюс 3-ті береді. 1 көбейту минус түбір асты 3 минус түбір астында 3-ті береді. Астында түбір асты 3 минус 1, түбір астында 3 плюс 1. А минус 1, а плюс 1-ге келеді. А квадрат минус 1 квадрат береді. Түбір асты 3 квадратсақ 3, минус 1-ді квадратсақ. Так, минус 1 емес 1-ді квадратсақ 1. Тең болады. Так, плюс 3 минус 3 бір жой жібереді. 3 түбір асты 3 азайту түбір асты 3, 2 түбір астында 3-ті береді. 3 азайту 1, 2. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда қалатын бізде түбір астында 3. Түбір астында 30 градус қайсынан қойып шығамыз, қайсынан түбір асты шығады, сол бізде дұрыс жауап. Так, синус, косинустарға осы 30 градусты қойсақ, бізде не түбір асты 3 бөлінген 2 шығады. Косинус қойсақ, синус қойсақ 2-ден 1 шығады. Сондықтан түбір асты 3 деген мән тек котангенс пен тангенсте ғана жүретін нәрсе. Оны білетін болсаңыз, сіз мыналарды бірден сызып тастайсыз. Сонда бізде 2 жауап қалады. Енді тангенс, тангенс 30 градус тауып алайық. Тангенс 30 градус, таңбасы минус екен. Тангенс 30 градустағы мәні 2-ден 1 бөлінген, түбір астында 3 бөлінген 3. Және таңбасы минус болады. Мен білем өйткені сразу жаза салдым. Сіздер де жаттаған болсаңыздар, или біздің тригонометрия сабақты көрген болсаңыздар, оны бірден айтасыздар. Мен бұл жерде шеңбер сызып, оны қалай тапқанын көрсеткім келіп тұрған жоқ. Түбір асты 3 бөлінген 3 минус. Бізде тек түбір асты 3-тің өзі шығу керек. Мына сызып тастайсыз. Сонда бізде қалатын котангенс альфа, ол дұрыс. И так өзінде жолты немен көрсетіп қойған, Сонда да қарайтылық, котангенс 30 градустың мәні нешеге тең болады? Так, котангенс деген ол косинус бөлінген синус. Косинус 30 градустың мәні түбір асты 3 бөлінген 2, синус 30-дың мәні 2-ден 1. Мына 2 мен 2 қысқарып кетіп, бізде қалатын түбір асты 3. Сонда дұрыс жауап бізде котангенс альфа болады. Сын нұсқасында тұр. Бұл осылай мәнді қойып шыққанда осылай шығады. Енді бұл оңай жол, түсіндіріп атқанның өзінде қазір 4 минут, 5 минутқа жақындап қалды. Ал егер сіз мынаны бүйтіп альфаның 30 градус мәнін қойып бұлай шығаратын болсаңыздар, онда ол өте оңай. Просто бізде мынандай иррационалдықтан құтылатын несі бар, сонымен уақыт өткізіп алдық қой.
Ал сіз егер есептейтін болсаңыз осы графты тарс қоясыз да 1,5 минутта мына есепті шығарып тастайсыз. 1,5 минутта 1 балл. Күрделі деп тапқан есептің. Так, келесі. Енді бұны формула қолданып қалай шығарамыз? Так, так, бүйтейік. Үстін жазамыз. 1 минус косинус альфа минус. Так, плюс болады. Косинус сек альфа формуласы. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Енді мына 1 дегенді былай жазуға болады. 1 деген ол косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Екен қосындысы 1-ді береді ғой. Я косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа азайтылған. Косинус альфа плюс косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. На косинус 2 альфаны формуласы мынаған тең. Косинус квадрат, так, мына жерде минус болады екен, мен плюс жазып жібердім. Так, косинус 2 альфа тең болады бізде. Формуласы былай. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Міне оның мәнін қорытып көрсетеміз кейінгі сабақтарда, или көрген болсаңыздар. Так, синус 2 альфаның мәні, так, 2 синус альфа косинус альфа. Я, осындай синус 2 альфаны ашудың формуласы бар, косинус 2 альфаны ашудың формуласы бар, бәрі жеке-жеке бар. Так, синус альфа тең болады. Енді нешеге? Косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Екен қосылып кетеді, екенді таңбасам 2 косинус квадрат альфа береді. Плюс синус квадрат альфа минус синус квадрат альфа бір-біріне істеп жойып жібереді. Так, сонда бізде не қалды? Минус косинус альфа қалды. Минус косинус альфа. Так, бөлімінде екеуінде де синус бар. Жақшан алдына синусты жақшан алдына шығарып болады. Синус альфаны жақшан алдына шығарсақ 2 косинус альфа минус 1 қалады, я. Енді үстінен де косинус альфаны жақшан алдына шығарсақ не болады? Мынадан косинус альфа шығып кетсе 2 косинус альфа қалады. Мынадан косинус альфа шығып кетсе минус 1 қалады. Я, мына ортақ бөлімге шығарсақ мынау шығады. Енді жақшаның іштері бірдей қысқартып жіберуге болады ғой. Косинус альфа бөлінген синус альфа тағы да бізде нені береді? Котангенс альфа. Егер формула білсеңіз, мүмкін мынау да оңай жол болып есептелуі мүмкін. Я, бірақ мынау бізде оңайырақ беріп қойған болу керек. Себебі мынаны егер мынандай бір шабатылған ұзын қылып жіберетін болса, онда міндетті түрде жаңа бірінші оңай әдісті көрсетуге болады. Егер сіз мынаны білмесеңіз, мысалы косинус альфаның, косинус 2 альфаның неге тең екенін білмесеңіз, онда сізге мынаны шығара алмайсыз. Тек мынаны қолданатын ғана мүмкіндік болады. Тағы бір жол бар. Косинус 2 альфаны басқаша ашуға болады. Косинус 2 альфаны 2 косинус альфа, так, косинус квадрат альфа минус 1 деп па, примерно осындай ашуға да болады. Или былай ашсаңыз да болады. Ну, енді өз еркіңіз.